После успешного карьерного пути в авиации Гулимжан решила сделать рискованный шаг и начать свой собственный путь. Она открыла свое сердце и разум для новых возможностей, и это стало началом удивительного приключения. О своем жизненном пути сейчас расскажет мастер Шаронской розы Гулимжан Умирбекова. Все поняла. Үлкен мақсаттарыңыздың біріне айналады. Ой, что-то не так сказала. Что-то айналады. Сүюді. Атоми компаниясының Шарон Раушангөлі шеберімін. Назарларыңызға рахмет. Я забыл сказать. Короче, когда... Мүмкін Атоми компаниясы өмірімде пайда болмағанда, мен әлі күнге дейін сіздерді ұшақ бортында қарсы алып жүруші едім. Бірақ өмірімде болған өзгерістер мені осы Атоми компаниясына әкелуге себепкер болды. Ең бірінші себеп әрине ол жалдамалы жұмыста, яғни авиацияда менің жалақымның өзгермеуі. Мен авиацияға 2007 жылдың соңында келдім. Ол кездегі менің айлық табысым $1000 көлемінде еді. Ол теңгемен айтқанда 120 000 теңге еді. 15 жыл өткеннен кейін 2023 жылдың басында мен авиациядан кеткен кездегі менің айлық табысым сол $1000 көлемінде болды. Теңгемен әрине өзгерді, 450 000, 500 000 теңге шамасында болды. Бірақ теңгенің құнсыздануы, өмірдің қымбаттауы бұл жалақының өскенін аса білдірген жоқ. Сондықтан ойлана келе, егер мен тағы да 15 жыл авиацияда жұмыс жасайтын болсам, тағы да жалақым өспесе, мені қандай жарқын болашақ күтіп тұр деген ойлар мені алаңдатып, жаңа табыс көзін іздей бастадым. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп әрине сол авиациядағы жұмысыма байланысты отбасымен қарым-қатынастың дұрыс болмауы. Сырт көзге бортсеріктің жұмысы өте әдемі көрінеді. Әдемі форма киіп, жолаушыларды ұшақ бортында қуана қарсы алып тұрады. Ал шын мәнісінде бұл өте ауыр жұмыс, себебі таңғы сағат 3-4-те оянасың, кешкі сағат 7-8-де үйге келесің, сен кеткенде балаларың ұйықтап жатады, келген кезде балаларың ұйықтап жатады, солай балаларыңды дұрыс көре алмайсың. Бұл екінші себеп болды. Өйткені мен балаларыма жақсы ата-ана болғым келді. Балалармен бірге көп уақытымды өткізгім келді. Үшінші себеп менің күйеуімнің аяқ астынан ауырып қалуы болды. Бір мезетте біз алып отырған табысымыздан айырылып қалдық. Күйеуім жалақысыз қалды. Сол кезде түсінгенім, ешқашан бір күнмен өмір сүруге болмайды екен. Мен өзіме қатты қынжылдым. Неге біз 33 жасымызға дейін тек қана бір жалаққа өмір сүрдік? Неге бізге қарыздан қарызға, жалақыдан жалақыға, кредиттан кредитке өмір сүру норма болды деген ойлар келді. Сол себептен осы өмірімде болған осындай 3 кезең, 3 себеп менің сана сезімімді оятып, Атоми компаниясына келуіме себепкер болды. Солай өмірімде болған осындай 3 үлкен себеп мен Атомиға келуіме себепкер болды. Солай шешім қабылдап, мен Атоми компаниясына келемін, келе сала өзіме айқын мақсаттар қоям. Сол мақсаттарды орындау мақсатында күнделікті әрекеттер жасап, бар болғаны жарты жылдың ішінде мен Атоми компаниясына ең бірінші ранг сату шеберіне шығамын. 3 айдан кейін мен Атоми компаниясындағы екінші ранг Гаухар шеберіне шығам, және 1 жыл өткеннен кейін Атоми компаниясының Шарон Раушангөлі шебері атанамын. Қарап тұрсаңыздар, бар болғаны 2,5 жыл ішінде менің өмірім түбегейлі өзгерді. Авиацияда 15 жыл алмаған жалақымды мен осы Атомиға келіп, бар болғаны 2,5 жыл ішінде алдым. 2,5 жыл бұрын мен Атомимен бизнесімді 0 теңгемен бастадым. Ал қазіргі таңда менің айлық табысым бірнеше миллиондарды құрайды. Жалғыз менің ғана емес, сонымен қоса менің командамда қаншама қыз келіншектердің өмірі өзгеруде, олар да Атомидің миллионерлері атануда. Әрине, егер мен қазір сіздерге осында 2,5 жыл ішінде бірнеше миллиондарға шығып кету оңай болды деп айтсам, ол әрине өтірік. Шын мәнісінде мен осы 2,5 жыл бойы 2 жұмысты, 2 ауыр жұмысты қатар алып жүрдім. Ұйқым қанбаса да, шаршасам да, рейстен кейін шаршап келсем де, көңіл күйім болмаса да, мен әрдайым фокусымды Атомидан алмадым. Соның арқасында
Атомиға келіп өзімнің армандарымды орындадым. Ең бірінші арманым ол әрине жалдамалы жұмыстан кету, авиациядан кету. Қаншама қыздардың арманы болған бортсерік жұмысымен қоштасу. Бұл мен үшін менің жеңістерімнің ең бірінші және ең бастысы болды. Екінші жеңісім әрине ешқашан ойламаған айына миллиондаған табыстарды алу. Үшінші менің жеңісім ол Атомидің орталығын ашу, өзіме өзім жұмыс жасап бастау, тәуелсіз, қаржылай тәуелсіз адамға айналу. Қазір ойлап қарасам, осы 2,5 жыл ішіндегі жасаған жұмысым өте күрделі болған екен. Әлі күнге дейін өзімнің алғашқы бинарымды Атоми компаниясындағы алғашқы алған табысымның қандай тәтті болғаны есімде. Ең бірінші рет мен өзімнің жалақымды 2 айдан кейін алған болатым Атоми компаниясына тіркелгеннен кейінгі. Сол кездегі ең бірінші ойым, адам еңбек етсе, мақсат қойса, міндетті түрде өзінің айтқанына жетеді екен. Ол бірінші бинарым жабылғаннан кейін, 2 айдан кейін 2-3 бинар жаба бастадым, 3-ші ай 4 бинар жаба бастадым, 5-ші айда 5-6 бинар болды және 7-ші айда мен Атоми компаниясындағы өзімнің алғашқы рангымды бағындырдым. Атоми компаниясына жаңадан қосылып жатқан серіктестерге беретін 3 кеңесім бар еді. Бұл кеңестер менің өзімнің жеке тәжірибемнен алынған, маған көмектескен, маған Атомидің миллионері болуға көмек берген осындай 3 кеңес. Ең бірінші ол әрине мақсат қою. Мақсат қойғаннан кейін сол мақсатты орындау үшін күнделікті әрекет жасауға дайын болу, жалқауланбау, өзіңіздің мақсатыңыздан фокусталмау. Мен мысалға қаншалықты рейстерден кейін шаршап келсем де, кейбір кездері аяғым туфлима сыймай кеткен кездерде болады. Үйге келген кезде бар арманым төсекке жатып ұйықтап қалу еді. Бірақ шын айтсам мен өзімді ондай кезде қамшылайтынмын. Гүлімжан, егер қазір сен барып ұйықтап қалсаң, сен өмір бақи біреуге жұмыс жасайтын, біреудің арманына жұмыс жасайтын, өзінің мақсаты болмайтын, қарыздан қарызға, кредиттан кредитқа өмір сүретін жандардың бірі боласың. Қанеке орныңнан тұрда жұмысыңды жаса дейтінмін. Сол арқылы, сонда ойлар арқылы өзімді тұрғызып, компьютердің алдына отырғызып, түнде болсын, күндіз болсын, қаншалықты шаршап тұрсам да, видеоларымды монтаждап, посттарымды жазып, серіктестермен сөйлесіп, компанияға жаңа адамдарды тіркеп, өніммен бөлісіп, өзімнің күнделікті мақсатыма келетін әрекеттерімді жасаушы едім. Бұл бірінші кеңес. Екінші кеңес әрине перспективаға жұмыс жасау, тез ақшаны күтпеу. Көп адамдар келе салып 1-2 айдың ішінде миллиондар алғысы келеді. Шын мәнісінде олай болмайды. Табиғаттың заңы да солай. Мысалға, өмірге кішкентай сәби әкелу үшін бізге 9 ай қажет. Немесе табиғатты алатын болсақ, мысалға егін ексек, картопты біз өте ерте көктемде саламыз, жемісін біз тек қана күзде аламыз. Әрине кез келген істе, кез келген бизнеста нәтиже болу үшін ең бірінші тер төгілу қажет, аянбай еңбек ету қажет. Сол кезде ғана сіздің армандаған армандарыңыз орындалады, сіз ойлаған табысқа жетесіз, және сіз өзіңіз алдыңызға қойған мақсаттарыңызды орындайсыздар. Және үшінші менің кеңесім ол әрине адамдарды сүю. Ешқашанда бірінші орынға өзіңіздің табысыңызды, өзіңіздің ақша табуыңызды қоймаңыздар. Себебі Атомидағы бизнес бұл адамдармен бизнес, бұл қарым-қатынас бизнесі. Егер сіз табысты болғыңыз келсе, сізге сеніп келген, сізге үміт артып келген әрбір жанға шынайы көмектесе білуіңіз қажет. Ол жандардың табысты болуына, ол жандардың өмірін өзгертуге сіз себепкер болу керексіздер. Мен шын айтсам, сол бірінші күннен бастап осы қағида бойынша жұмыс жасадым. Маған келген әрбір серіктес, әрбір тұтынушы, сол адамдардың көңілін табамын, сол адамдарға барынша көмек беремін, қарапайым жандардың өмірін өзгертуге мүмкіндік бере алатын жанға айналамын деп. Сол жұмысымның арқасында қазіргі таңда тек қана мен емес, менің
қаншама серіктестерім табысты болуда, өмірін өзгертуде, қарыздарын жабуда, кредитсіз өмір сүруде, үй алуда, жаңа автокөлік алуда, атоми орталықтарын ашуда, өзіне өзі жұмыс жасаған тәуелсіз адамдарға айналуда, жалдамалы жұмыстан кетуде. Оның бәрі әрине сол адамдарды шынайы сүюге негізделген. Сіздермен болған мен Гүлімжан Атоми компаниясының Шарон Раушангүлі шеберімін. Ең соңғы айтарым, өздеріңізге сеніңіздер. Барлықтарымыздың бойымызда тау қопаратындай энергия бар, күш бар, талант бар. Тек қана соны оята білу қажет. Ешкіммен өздеріңізді салыстырмаңыздар. Барлықтарымыздың жүретін өзіміздің жолымыз болады. Атоми компаниясы шын мәнісінде қарапайым жандардың өмірін өзгертуге арналған компания. Мен сіздерге шынайы осы компаниямен бүкіл армандарыңыздың орындалуына, мақсаттарыңызға жетуге шынайы тілектеспін. Сіздермен бірге болған мен Гүлімжан Атоми компаниясының Шарон Раушангүлі шеберімін.